Ұйқы денсаулықтың негізгі көрсеткіштерінің бірі. 50 жастан кейін ағзадағы өзгерістерге байланысты ұйқы сапасы төмендеуі мүмкін. Міне, жақсы ұйықтау үшін қарапайым, бірақ тиімді 5 кеңес. Ұйқы режимін сақтаңыз. Күн сайын бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұруға тырысыңыз, демалыс күндерде. Ұйқы циклі бұзылмас үшін күндізгі ұйқыны 20-30 минуттан асырмаңыз. Биологиялық сағатты тұрақтандыру үшін таңертең табиғи жарыққа шығыңыз. Дұрыс тамақтану және сусын таңдау. Ұйықтар алдында ауыр, майлы, ащы тағамдардан аулақ болыңыз. Кофеин мен алкогольден бас тартыңыз, немесе тұтыну мөлшерін азайтыңыз. Триптофан амин қышқылына бай тағамдарды жеуге болады. Олар бананда, йогуртта, жаңғақта, сүтте көп. Жатын бөлмені ыңғайлы ету. Бөлме температурасын 18-22 градус аралығында ұстаңыз. Жатын бөлмені ұйқыға ыңғайлы ету үшін қараңғы, тыныш әрі таза болуын қадағалаңыз. Жастық пен матрацтың сапасына мән беріңіз, ортопедиялық жастық пен матрац ұсынылады. Ұйқыға дейінгі әдеттерді жақсарту. Ұйықтар алдында экраннан телефонда жатып тик-ток көргенді, әсіресе компьютер, теледидар көруді кемінде 1 сағат бұрын тыңыз. Жылы ванна қабылдау, медитация, немесе кітап оқу секілді тыныштандыратын әрекеттермен айналысыңыз. Терең тыныс алу жаттығулары немесе йога көмектесуі мүмкін. 5. Дене белсенділігі және серуендеу. Күні бойы қалыпты физикалық белсенділікпен айналысыңыз, жаяу жүру, жеңіл жаттығу. Ұйқыға 2-3 сағат қалғанда қарқынды жаттығулар жасамаған жөн. Кешкі серуендеу ұйқыға көмектеседі. Қосымша кеңес, егер бірнеше апта бойы ұйқы мәселесі шешілмесе, дәрігермен кеңескен дұрыс. Созылмалы ұйқысыздық денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін.